Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырыбымыз ене. Жалпы ене деген кім? Келінді өз қызындай көре ме? Иә, ене десе бәріміз ұлдың анасын айтамыз. Былайша айтқанда, сенің екінші үйіңнің бастығы. Мен 18 жасымда тұрмысқа шықтым. Әрине сүйіп қосылдым. Бұл әулетке кенже келін едім. Алдымда екі абысыным бар. Жолдастым ең кенжетайы. Келін боп түскеннен-ақ сынайтындар өте көп еді. Кіші жүз адай руына түстім. Бұл жақта нағыз келіндік өмір. Өзім Семей жақтың тумасымын. Бізде келінді аса қатты сынай қоймайды, талаптау қоя бермейді. Өз қызындай көреді. Тіпті сәлем салу, халатпен орамалмен жүру деген мүлдем жоқ. Әрине мүлдем емес, анда-санда бар еді. Мен түскен жерде таңертең ертемен тұрасың, аулап сыпырасың, ата-енеңе сәлем саласың, қайнаға, қайнына бәріне сәлем саласың. Одан бөлек халат пен орамалды мүлдем айтпай-ақ қояйын. Қызыл халат, ақ орамалмен жүресің. Мен ондайды көріп өспегеннен кейін таңдана қарадым. Енем өте қатал кісі, көңілін табу өте қиын еді. Солай жүріп араға бір ай салған кезде аяғым ауыр болды. Бізде тек беташар болды, үлкен дойып болмайтын болды. Аяғым ауыр кезде не жегім келеді, мүлдем айта алмайтын, себебі енем ұрыс шығарып алдырмайтын. Одан бөлек жата берме, жыбырлат, тез туасың, бүйтіп істе, сөйтіп істе деп көп десетін. Ысылдап жүріп үйдің тіршілігін істейтін. Екі абысыным жаным ашып көмектесетін, бірақ енем оларға да тиісіп қоймайтын. Солай ай күнім жеткенде мен босануға бар. Тіпті мен сумка роддом дайындамағамын. Сенесіздер ме? Неге? Себебі менің енем дайындатқан жоқ. Екі абысыным балдарын киген киімін кигіздім, жаялықтармен орадым. Елдер сияқты шығару мүлдем болмады. Үйге тыныш келдік. Сенесіздер ме? 40 күн күтінбедім. Енем болса кезінде біз өлмедік, бәрін істедік. Артынан тыпырлатып та бала тудық деп тиісті. Жолдасым анасының сөзіне шыға алмайды. Солай жүріп ауру болдым. Біресе белім, біресе қолым қақсай бастады. Сол кезде сен қатының ауруы бітпейтін болды ғой деп тиісті. Ақыры соңында шыдамның да соңы болар дедім де, баламды қолыма көтердім де төркініме қарай кеттім. Әлі сондамын, бір хабар алған жоқ. Жалпы сіздер ене деген қалай түсінесіздер? Ене деген кім? Не үшін келінді сынайды? Жалпы келіндер өз ойларыңызды айта кетіңіздер.